Сәлем, қалайсыздар құрметті киносүйер қауым. Бүгінгі видеода Оңтүстік Кореяның кино әлеміне саяхаттайтын боламыз. Егер де комедия, драма, триллер элементі бар фильмдерді іздесеңіз, біз сізге топ 5 Оңтүстік Кореяның фильмдерін назарларыңызға ұсынамын. Бұл фильмнің алғашқы минутынан баурап алады деген сенімдемін. Ал олай болса кеттік. Брат. Дарынды дзюдошы Дуйон халықаралық жарыс кезінде ауыр жарақат алып, бір жола көзі көрмей қалады. Үлкен ағасы Душик інісінің қайғылы жағдайын пайдаланып, түрмеден уақытынан бұрын шығуға тырысады. Ал інісі болса өз-өзін күте алатын жағдайға жеткен. Інісі соқыр болса да қиындықтарға бейімделіп кеткен. Кезінде алаяқ болып ұсталған ағасының үйге қайтып оралуы оған қосымша қиындық тудырады. Інісі Дуйон Бразилиядағы паралимпиадалық ойындарға дайындалады. Оған Сухён есімді қыз көмек береді. Інісі Дуйон паралимпиада алтын алуға деген құлшынысы артады. Дәл осы қиын сәттерде інісіне көмек пен мотивация беретін осы ағасы ғана болады. Бір қызығы, Дуйон есімді жігіттің рөлін ойнаған актер EXO бойз бендінің мүшесі және бұдан басқа Кореяның көптеген кино туындысында актерлық шеберлігімен де танылған. Воры фильмін 2012 жылы Оңтүстік Кореяның үздік кинорежиссерлерінің бірі Чхве Дон Хун түсірген. Өте жақсы таңдалған актерлік құрамның бүкіл түсіру тобының тамаша жұмысының арқасында фильм айтарлықтай динамикалы және боямалы болып көрермендерді алғашқы минутынан бастап баурай бастайды. Бұл шедеврді көрермендердің сүйсіне қарауы сөзсіз. Фильмде Макао деп аталатын қалада үлкен тонауды жүзеге асырмақшы болған кәсіби ұрылар туралы болады. Оларға құны $20 миллион болатын және жергілікті казинолардың бірінде күзетілетін гауһар тасты табу керек. Олар қандай схема бойынша жұмыс істейтінін және олардың әрқайсысы не істейтінін ойластырады. Көпшілік үшін осы операция кезіндегі әрекеттерінің де өте қымбат гауһардың өзі үшін де жеке жоспарлары болады. Бірақ олардың осындай сенімсіз қарым-қатынастары мен жеке ашкөздік ниеттері бар бұл күрделі істі сәтті аяқтауы мүмкіндігі қандай? Оны осы Воры фильмінен көретін боласыз. Большой матч. Чой Ик-хо бұрынғы футболшы және зомби лақабатымен танылған UFC-дің аралас жекпе-жек шебері. Оның үлкен ағасы мен жаттықтырушысы Йон-хо кенеттен жоғалып кеткенде, полиция басты күдікті ретінде Чой Ик-хоны тұтқындайды. Ик-хоға Эйс қоңырау шалады. Ол жоғары технологиялық гаджеттер мен бейнебақылау камералары арқылы нақты уақытта нақты адамдармен үлкен көлемде ақша тігуге болатын Кореяның ең бай азаматтары үшін күрделі ойындарды жасап шығарған. Ағасының және өзінің өмірін сақтап қалу үшін Ик-хо Эйстің ойынына қосылуға және Сугён есімді жұмақ әйелдің нұсқауларын орындауға мәжбүр болады. Көптеген қарсыластарға, соның ішінде төмен жалақы алатын полицейлер мен қарақшыларға қарсы өзінің ақыл ойы мен дағдыларын пайдалана отырып, Ик-хо мүмкін емес болып көрінетін миссияларды орындайды. Көріңіздер, өкінбейсіздер. Подставной город. Квон Ю нағыз геймер және тірі аңыз. Виртуалды ойын әлемінде жауын әп-сәтте жайратып жіберетін бір команданың командирі. Ал шын өмірде ол жұмыссыз жігіт. Бір күні Квон Ю кафеден бір қыздың орнында ұмытып кеткен ұялы телефонын тауып алады. Телефонның иесі телефонды қайтарып берген жағдайда сыйақысы болады деп айтқан. Ұялы телефонды қайтарып беріп және өзінің сыйақысын алу ниетте ол қыздың айтқан жеріне келеді. Бір таңғаларлығы бейтаныс қыздың орнына полиция қызметкерлері келген. Дәл осында телефонның иесі оқиға орнында зорланған. Артынша оны өлтіріп кеткен. Ендігі басты күдікті осы Квон Ю болып қалады. Енді жігіт өзінің кінәсіздігін мойындау өте қиын болады. Енді ол геймерлік қабілетін шын өмірде қолданып, нағыз қылмыскерлерді іздестіруді бастайды. Оған хакер Толстяк деген лақап аты бар бір танысы көмектеседі. Квон Ю түрмедегілермен арпалысып жатқанда, Толстяк өтірік дәлел сипат жасайтын организацияны тауып алады. Енді екеуі бірігіп қылмыскерді виртуалды түрде емес, шын өмірде іздейді. Первый клон. Мин Ги Хонг, бұрынғы барлау агенті. Оған әлемдегі бірінші клонды жасырын бункерге апару тапсырылған. Бұл бірінші клон гендік инженерияның арқасында жасалған өлмейтін адам болып табылады. Ол өлместіктен басқа
басқа да керемет күштері бар. Жасырынуға барар жолда клонды күзететін колоннаға шабуыл жасалады. Енді мен миссияны жалғыз аяқтауы керек. Ол миссия жолында көптеген қиындықтарды бастан өткереді. Бұл фильм 2017 жылдың қаңтарында жарияланған болатын. Режиссерді бұл фильмді түсіруге өлместік эликсирін іздеген Цин әулетінің сарай сиқыршысы мен көріпкелінің оқиғасы шабыттандырған. Басты рөлде 2017 жылы Поезд в Пусан триллері үшін ең үздік ер адам рөлі номинациясында Азия кино академиясының кино сыйлығына ұсынылған Гон Ю ойнады. Фильм Брюссельдегі халықаралық фантастикалық кинофестивалінде және 2021 жылдың сәуірінде Амстердамдағы Imagine кинофестивалінде көрсетілді. Түсірілім процесі 2019 жылдың мамыр айында басталып, сол жылдың тамыз айының соңына дейін жалғасты. Бастапқыда фильм 2020 жылдың желтоқсанында шығу керек еді, бірақ коронавирустық пандемияға байланысты премьерасы тоқтатылған болатын. Ал құрметті достар, міне видеоның соңына дейін жеттік. Келесі кездескенше сау болыңыздар.